Қарағандыда мектеп отқа оранды. Төтенше оқиға сабақтан тыс уақытта болған. Дегенмен мектеп ғимараты оқуға жарамсыз. Ал 700-ге жуық оқушыны орналастыру үшін ұстаздар түнімен басқа мектепке көшіп үлгерді. Толығырақ тілшіміз Айжан Қуаш жалғастырады. Вот, пламя девочки перекинулось на младший блок, перекидывается. Вся крыша горит. Это, конечно, ужасно. 36-шы мектептің шатыры кешкісін кенеттен отқа оранды. Абырой болғанда ғимараттағы дабыл қаққыш дер кезінде іске қосылыпты. Өрт сөндірушілер қызыл жалынмен 2 сағат бойы алысқан. Қазіргі таңда мектепте тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Өйткені өртті сөндіруге бүркілген су төбеден сыныптардың ішіне қарай ағып жатыр. Сондықтан мұндағы құрал жабдықтар мен кітаптардың барлығы құрғақ жерге көшірілген. Дегенмен оқыс оқиға оқушылар мен ұстаздарды біраз әуреге салды. Педагогтар түн ішінде оқу кестесін өзгертіп, балаларды көрші 17-ші мектепке көшіруге мәжбүр болды. Соның арқасында сабақ үзілмей жалғасты. Қорқыныш үрей болғанымен балаларға түсінікпен айттық. Ол осы жағдайда өздерінің білім ордасына әрине өз оқыған жерін үйренген балалар көршілес мектепке келуге өздері қорқыныш болғанымен енді өздерінде, бірақ әрі қарай білімі жалғасатын болғандықтан көңіл күймен бүгінгі сабаққа жақсы қатысып отырмын. Ал төтенше жағдай қызметкерлері өрттің себебін анықтау үстінде. Әзірге 300 шаршы метр шатырдың жанып кеткені белгілі. Мекеме директорының мәліметінше мектеп осыдан 36 жыл бұрын салынған. Шатырына 4 жыл бұрын күрделі жөндеу жасалыпты. Яғни бірде-бір кінәрат жоқ дейді. 2014 жылы жалпы мектептің шатыры толық жөндеу жұмысымен жүргізілді 2014 жылы. Сондықтан шатырдың жөндеу жұмысынан ешқандай осы 4 жылдың ішінде ақша сұрап ондай болған жоқ. Мектеп талапқа сай тексерістен өтіп білім беруге рұқсат алған. Бірінші қыркүйекке байланысты барлық мектептер 100%-дық акт алады, неге іске қосуға. Ол жерде де төтенше жағдай болсын, басқа жауапкершілік бөлімдерінің бәрінде қолдары бар. Мамандар өрттің себебімен бірге мектепке келген шығын көлемін де есептейді. Ал мұғалімдер ғимаратты бір аптада кептіріп, оқушыларды жақын арада қайта әкелеміз деп отыр. Айжан Қуаш, Мақсұт Сарабаев, Астана телеарнасы, Қарағандыдан.